Бұл менің өз басымнан да өткен уақытында. Мен жоғарғы мәртебелі қызметтен кеткеннен кейін осы биліктің өзін ішінен білетіндігінен олардың дұрыс жолда емес екенін, олардың ұрлықпенен, зорлықпенен айналысқанын көре отырып оппозиция құрдым. О кезде ол мынау координационный совет политических партий движений республики деп аталды. Ол ұжымның өзі бірталай екпінді болып құрылды. Сонда да мынау Абдил Назарбаевтың ісі деген ақпарат болып жүрген, лақап тараған. Бірақ менің маңайымдағы жиналған азаматтар менің кім екенімді жақсы түсінгендіктен олар ондай айтқан сөздерге құлақ салмады. Сол себептен де кейін мен партия басқаруға кеттім. Жалпы халықтың айтуы бойынша, сіздердің журналистердің бағасы бойынша мынау Назарбаевтың нағыз бір қалыптасқан қарсыласы деп есептейді мені. Ал шыны келгенде мен Назарбаевта шаруам жоқ. Назарбаевтың істеп отырған саясатына байланысты сөйлейтін адаммын. Оны мен жаңа ойымнан шығармайып, оны өзі елбасы өзі сол саясатты жүргізеді. Ол саясаттың халыққа, ұлтқа қандай зиянды екенін айтатын адаммын. Ал енді Жармаханды да сол Назарбаевтың жанынан шықты деп, жұртқа сенімін толқыту үшін ақпарат жасап жүрген адамдардың өзі де солардың жанынан шыққан. Мен сіздің ойыңызда бар ма жоқ па білмеймін. Алғашында билік депутат болып сайланған уақытта отанның тізіммен сайланған. Ол тіпті үлкен ұрандар тастаған мен Назарбаевты қолдаймын деп. Ал Қосановты да ол бір аспаннан түскен адам деп ойламаймын мен. Ол да мемлекеттік қызметте болған. Министрде болған біраз уақыт. Сол себептен олардың өздері сондай шикі болса, өздері сол жақтан шығып, басқа да өздерінің қатарына қосымды әрекет жасаса, ол адалдық шаруа емес, сол арамдықтың бір түрі. Мен өзім білген Жармахан болса, ол жалпы адал жігіт, сөзінде тұратын жігіт. Бұл өзінің жылы отырған орнын өзіне қалдырып, өзіне пайда табу емес, сол сайлауға түскен жылы сонша қаралықпенен өткізіп отырған сайлаудың жүйесіне қарсы шыққан адам. Ол өзі президенттің партиясының тізімінің басында тұрған адам. Сондай батырлыққа барған, өзінің әділет үшін мақсатын айтқан жігітті мен ешқандай бір қара ниетке балама деп айта алмаймын. Оның ниеті ақ, қолы таза жігіт. Сондықтан да шама келгенше халықтың құлағына осыны жеткізуіміз керек.